жұмыскерлерге, соның ішінде қашықтан жұмыс істейтіндерге икемді кесте белгіленуі мүмкін. Оның мақсаты жұмыскердің жеке әлеуметтік, тұрмыстық және басқа қажеттіліктері мен жұмыс берушінің өндірістік мүдделер арасындағы тепе-теңдік қамтамасыз ету. Икемді жұмыс уақыты режимі келесі элементтерді қамтиды. Жұмыскер міндетті түрде жұмыс орнында болуы тиіс белгіленген уақыт. Икемді уақыт, оның шеңберінде жұмыскер еңбек міндеттерін қашан орындау керектігін дербес анықтайды. Жұмыс уақытының белгіленген нормасының орындалуын бақылау жүргізілетін есептік кезең. Есептік кезеңнің ұзақтығы 6 айдан аспауы тиіс. Икемді кестеде күнделікті немесе апталық жұмыстың ұзақтығы белгіленген нормадан өзгеше болуы мүмкін. Ұзағырақ немесе аз болуы мүмкін. Белгіленген және икемді уақыт белгілеу тәртібі, сондай-ақ есептік кезеңнің ұзақтығы жұмыс берушінің ішкі актісімен, еңбек не ұжымдық шартпен айқындалады.